Әке шешемді қайта қараңыз, ауылға барыңыз, барасап туысқандарды қыдырып келіп кетіп қалмаңыз, бұзылған құлайын деп тұрған қораны қараңыз, олардың сабағын қараңыз, үстінде киіп жүрген аяқ киімін шешкен кездегі шұлғының тесігіне қараңыз. Бәрі сіздің кінәңіз болуы мүмкін да. Ал бірақ бәрін кінәм деп мен отыра бермеуім керек. Халқына жанашу деген оның қоса жылау емес, оған өзін шыңдау дейді. Мен қайтсем құлдықтың қамытын үземін. Мен қайтсем әке шешемді осы пұшпаққа шығарамын. Қайтсем әке шешемді мен әлемді аралатамын. Олар мені 9 ай көтерді ғой. Мен неге оларды самолетпен көтере алмаймын? Шыр етіп өмірге келіп, мен оған неге шыр етіп күнде телефон хабарласпаймын күнде деді. Мен дәл қазір осы жерге келе жатқанда анама хабарластым да. Анашым қалайсыз? Мен қазір үлкен аудиторияға кірейін деп тұрмын, дұға жасайсыз ба маған? Анашым, сенің жақсы болғаныңды қалайды ғой, ең сені сатпайтын кемшілігіңмен қосып жақсы көреді. Сен сөйлемей айтқан кекештенген кезде де 20 рет тыңдаған еді да. Бірақ 2 реттен кейін телефонды қойып не дейміз? Мен бір жерде отыр едім дейміз да. Сөйлеуге үйреткен ата-анамызды не істедік? Аузын жаптық қой біз. Үлкен мотивациялар керек емес. Үйіңе бар да, суық бөлмелер бар ғой өзі. Отырып сол жерде салқын ақылмен ойлашы дейді. Болды да.